Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме балалар? Дайын болсақ, бүгінгі оқу қызметімізді бастайық. Бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы бәйшешек деп аталады. Мақсаты балаларға көктемнің алғашқы гүлі бәйшешек туралы түсінік беру. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлап, шаттық шеңберін құрайық. Жарқырап күнде ашылды, айналаға гүл шашылды. Қайырлы күн, біз көңілді баламыз, қайырлы күн, біз сүйкімді баламыз. Көктемнің алғашқы гүлі бәйшешек. Бәйшешек деп қазақ тілінде ерте көктемде қар ерігеннен кейін бірінші болып гүлдейтін гүлді атайды. Кейде оны көктем жаршысы деп те атайды. Оның биіктігі 15-30 см. Көкек мамыр айларында гүлдейді. Әлемде бәйшешектің 100-ге жуық түрі бар. Бәйшешек Қазақстанның Іле, Жетісу, Күнгей алатауларын бөктерінде көктеп өседі. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметімізін біз гүлдер туралы айтамыз. Яғни көктемдегі алғашқы гүлдер туралы айтатын боламыз. Слайдқа назар аударыңыздар. Көктемдегі гүлдерді көрсетіліп тұр. Біздің алғашқы гүліміз өгейшөп деп аталады. Екінші гүліміз лала гүл деп аталады. Үшінші гүліміз түймедақ деп аталады. Ал төртінші гүліміз қызғалдақ деп аталады. Балалар өздерін білетіндей, көктемде күн жылы болады. Қарлар ери бастайды, мұздар ери бастайды. Ағаштар бүршік жарып, табиғатымыз әдемі болады. Салқын жақтан құстарымыз ұшып келеді жылы жаққа. Даламыз жап-жасыл болып, әдемі болып, шөптер шыға бастайды. Және де гүлдер гүлдеп, әдемі болып өсе бастайды. Ал енді балалар, сергіту сәтін жасайық. Орнымыздан тұрамыз, қолды белге қоямыз, бұрыламыз солға бір, бұрыламыз оңға бір. Біздер тату баламыз, бал гүл жайнап жанамыз. Жаттығулар жасасақ, жақсы сергіп қаламыз. Ал енді балалар, үй тапсырмасы сұрақтарға жауап берейік, және де бәйшешек гүлін түрлі түсті қағаздардың көмегімен қайшымен қиып, клеймен бірге жабыстырып, кері байланыс жасап, және сұрақтарға жауап беріп, маған жібересіздер. Осымен бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.